Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Өздеріңіз білетіндей, міндеке Европа чемпионатының қызықтары туралы айтып жатырмын әр видео сайын, және бүгін де соңғы ойын күні, соңғы турларды айта кетем. Өткен жолы өздеріңіз білетіндей Португалия мен Франция матчына дейінгі жаңағы түсірген болатын видео. Енді міндеке сол бір қатарда өткен, сол ойынмен бір қатарда өткен матчтар жайында айта кетейік. Жалпы ең бірінші Португалия мен Франция матчы жайында айтайық. Жалпы F тобы мен өзім ерекше қызық топтардың қатарына жатқызған болатын. Мен ғана емес, жалпы футбол жанкүйерлері деп айтсақ болатын шығар бұл жерде. F тобы ең қызық топтардың бірі болған, және өзінің сенімді ақтады десек болатын шығар. F тобы тіпті сол соңғы ойыны бір қатарда өткен Германия мен Венгрия арасындағы, немесе Португалия мен Франция арасындағы матчтарда кәдімгідей лайық тұрғысында, жаңағы кәдімгідей турнирлік кестенің қалай ауысып отқанын өздеріңіз көрдіңіздер. Венгрия ұлттық құрамасында атап өткен жөн, өте лайықты, өте сондай бір мықты ойын көрсетті, және өте жаңағы еңсесін биік көтеріп өздерінің еліне қайтты десек болатын шығар. Венгрия ұлттық құрамасын соңғы орын алғанына қарамай Франциямен тең ойнады, әлем чемпиондарымен. Одан алдыңғы әлем чемпиондары Германияны жеңуге сәл қалды. Европа чемпиондарымен кәдімгідей соңына дейін тең нәтижені ұстап тұруға тырысты, және бұл деген өте жақсы нәтиже. Және Португалия мен әрине Франция арасындағы ойын үмітті ақтады, сенімді ақтады. Өте қызық матч. Соңғы Европа және әлем чемпиондары, және де соңғы Европа чемпионаты финалистері үмітті ақтады. Өте керемет матч, қызыққа толы болды. Және де Криштиану Роналдоның рекордтары жайында да айта кеткен жөн. Мирослав Клозенің рекордын сол жаңартып, Европа және әлем чемпионаттарының тарихындағы 21 гол соғып, үздік сұрмерген атанды. Бұны да айта кеткен жөн жалпы. Және де атақты рекорд Али Дияейдің рекорды 109 гол ұлттық құрамалардың сапындағы 109 голға, тұп-тура 109 голға жеткізді. Және әрине екеуін де пенальтиден соқты, алайда пенальтиде гол болып саналады, өздеріңіз білетіндей, және ол ешқандай да жаңағыдай кемшілік емес. Және осы тұста айта кететін бір жайт, Хорватия мен Шотландия арасындағы ойында айта кеткен жөн. Турнирдің әзірге Патрик Шиктің голымен бір қатардағы үздік голдардың бірі соғылды десек болатын шығар. Олар өздеріңіз біліп тұрғандай Лука Модриштің голы өте керемет гол. Жалпы Лука Модрич өзінің қанша жасқа келгеніне қарамай әлі де өзінің бабында екенін көрсетуде. Және де Шотландия ұлттық құрамасы да еңсесін биік көтеріп, жалпы осы Европа чемпионатына шығып қалды десек болатын шығар. Жалпы Шотландия ұлттық құрамасына сондай бір космический дейді ғой, космический нәтижені ешкім күткен жоқ. Сондықтан Шотландия ұлттық құрамасы өздеріне берілген негізгі миссияны орындады. Бастысы ағылшын ұлттық құрамасымен ойында өте жақсы өнер көрсетті. Әрине екі жеңіліс бар. Одан қарамай 1996 жылдан бергі Европа чемпионаттарындағы алғашқы голды соқты Шотландия ұлттық құрамасы. Бұл да жалпы Шотландия футболының үлкен жетістіктерінің бірі деп ойлаймын. Және одан бөлек матчтарға келетін болсақ, ең алғаш әрине өткен жолғы бірең-сараң айта кеткен Испания мен Словакия арасындағы матчқа көңіл бөлгім келіп отыр. Жалпы Испания өздеріңіз білетіндей 0-5 есебімен жеңіске жетті. 2 автогол соғылды, бір пенальти соғыла алмады. Жалпы оның барлық жайында айта кеттім. Және осы ойында тілге тиек ететін тағы бір нәрсе, ол Серхио Бускетстің негізгі құрамға қайта оралуы, және де негізгі құрамда шыққан алғашқы матчында Серхио Бускетс матчтың үздік ойыншысы атанды. Мінекей нағыз өз ісінің шебері десек болатын шығар. Серхио Бускетс дәл қазіргі сол Испанияның алтын құрамынан қалған жалғыз ақсақалы, жалғыз сондай бір лидері Серхио Бускетс әрине өте сондай жоғарғы дәрежедегі матч өткізді деп айтсақ болады. Және енді плей-офф кезеңіне келетін болсақ, өткен жолы өзім айта кеткендей Англия ұлттық құрамасының футболын қатты сынаған болатынмын. Және де Венгриямен ойындағы Германия ұлттық құрамасының ойынын қарап та жалпы ешқандай да жаңағыдай Германияның да алып бара жатқан ешқандай тұсы жоқ екенін түсіндім. Алайда Германия ұлттық құрамасы Англия ұлттық құрамасынан қарағанда ойынның барысында өзінің системалық тұрғыда өзгерте алады. Ал Англия ұлттық құрамасынан әзірге мен ондай системалық өзгеріс көрмедім. Сондықтан Англия мен Германияның матчы бұл әрине басты интригалардың бірі, басты қызықтардың бірі. Ол ертеңгі күнге жоспарланған матчтар. Және Англия мен Германия матчы осыдан 11 жыл бұрынғы әлем чемпионатының
1-8 финалындағы матч, біреу білсе, біреу білмес. Дәл сол матчтағы жағдайдан кейін Фрэнк Лэмпард гол соғады да, доп жаңағы сызықтан асып қақпаға түскенімен оны бас төреші көрмей, ол уақытта жаңағыдай вар ештеңе жоқ. Және сол матчтан кейінгі үлкен талқылаудың көлемінде осы вар, жаңағы система определения гола деген бар ғой, жаңағы сызықпен сызып көрсететін, соның барлығы сол матчтан кейін пайда болған. Бұл 2010 жылғы әлем чемпионатында болған жайт, және Англия ұлттық құрамасының сол бір кеткен есесін қайтаратын үлкен мүмкіндіктердің бірі туып отыр деп ойлаймын қазіргі Германия ұлттық құрамасына қарсы. Алайда дәл ішінде мынау фаворит деп екеуінің арасында нақ айта алмаймыз. Екеуінің де ойыны осы Европа чемпионатында оставляет желать лучшего дейді ғой орысша, жалпы солай. Ал келесі үздік жаңағы жұптардың бірі ол сөзсіз Португалия мен Бельгия арасындағы матч. Мен өзім Португалия ұлттық құрамасын жанкүйер екенін айта кеткен болатын. Алайда басты фаворит осы екі жұпта әрине Бельгия ұлттық құрамасы. Өздеріңіз білетіндей, Португалия ұлттық құрамасы топ, осындай мықты топ болғанына қарамай, жаңағы соңғы демімен, соңғы күшімен шықты десек болатын шығар. Ал Бельгия ұлттық құрамасы өзінің тобында жаңағы Дания, Ресей, әрине ода да мықты топ болған жоқ, Финляндия сияқты қарсыластар. Алайда сол күшінің жартысын жұмсамай-ақ жаңа плей-оффқа бірінші орынмен шыққан команда, және де дәл қазіргі Бельгия ұлттық құрамасы өзінің нағыз бабында, өзінің нағыз сондай бір дайын күйде чемпион болуға нағыз дайын команда деп ойлаймын. Сондықтан мен Португалия ұлттық құрамасына жаңа болғаныма қарамай, жалпы Бельгия ұлттық құрамасын бұл жұпта жалпы фаворит санаймын. Және бүгін кешке басталатын плей-офф кезеңінің матчтары жайында айта кетейін. Бүгін кешке плей-офф кезеңін осы Уэльс пен Дания арасындағы матч бастап береді. Жалпы бұл жұпта да нағыз фаворитті атап өту мүмкін емес. Қайсысы жеңсе де жалпы мықты, жақсы нәтиже болады, қай ұлттық құрама үшін де болса жалпы. Және де бұл әрине басты сенсация командалардың бірі болуы мүмкін. Міне достар, бүгінгі қысқа да болса осы Европа чемпионатының плей-офф кезеңдері жайындағы ақпараттар. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ботиньо KZ арнасы.